Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айжан. Бүгін біз ең оңай әрі тез дайын болатын хит пирогты жасайтын боламыз. Құрамы 3 жұмыртқа, 300 грамм қант, 250 грамм сүт, 150 грамм май, 10 грамм қопсытқыш, тұз дәміне қарай, 300 грамм ұн. Ал енді пирогымызды дайындап бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызды алып, 3 жұмыртқамызды осылай жарып салып аламыз. Үстіне қантымызды саламыз. Екеуін миксермен жақсылап, әппақ болғанша араластырып аламыз. Осындай әппақ қып араластырып алғаннан кейін сүтімді құйып, осындай қол миксермен жақсылап араластырып алдым. Әдемі қып жақсылап араластырып аласыздар. Содан кейін үстіне майымды құйып, оны да жақсылап араластырып алдым. Дәміне қарай тұз салдым. Және де ситадан өткізіп дайындап қойған ұныма қопсытқышты салып, екеуін біріктіріп, осылай шетінен салып, түйіршіктер қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып алдым. Өстіп барын дайындап араластырып алғаннан кейін кішкене бөлігін басқа ыдысқа салып қойдым. Бетін әрлеу үшін қажет болады. Формамызды дайындап, пешімізді қыздырып қойдық. Формамызға дайын болған нанымызды осылай құямыз. Жаңағы бөлек алған қамырымызға бояушымызды қосып, араластырып дайындап аламыз. Қамырымыздың бетіне осылай құйып шықтым. Осындай әдемі қып рет-ретімен құйып шықсаңыздар, формасы жүректің өте керемет болып шығады. Енді жүректің формасын шығаратын боламыз. Менде осылай болып шықты. 180 градуста қызып тұрған пешімізге 30 минутқа салып аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі. Менде осындай әдемі болып пісіп шықты. Енді кесіп ортасын көреміз. Өте дәмді, шаймен ішкенде өте керемет. Сіздерге ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.